өттіңіз дейді. Сіздің бір ақ ауыз сөзіңіз бағанағы Меккенің жанындағы екі таудың атын маған кім айтады? Ой, машалла. Мына кісі сабақта болмаған, сразу көріп тұр ғой, Нұр тауы дейді ғой. Кешегі айтқан таулары қайсы еді? Куайкиян. Абу Қубайс. Абу Қубайс пен Куайкиян. Кешегі Қамар сүресі түскен кездегі, айды жарған кезде Абу Қубайс пен Куайкиянға бізге айды екі таудың үстіне қарай бөліп бер деді ғой. Сіздер ана Меккеге барған кезде Қағбаның алдына шығып тұрып сағат жақтарға қарайтын болсаңыздар, екі таудың ұшын көресіздер. Соның бір тауы Абу Қубайс, екіншісі Куайкиян. Сол жерден барып, примерно өз көздеріңізбен бүйтіп, айдың екіге бөлінгенін, осы екі таудың ұшына қарай қозғалғанын көз алдарыңыздар елестетсеңіздер болады. Алла сіздерге Субхана тағала нәсіп қылып, сол Меккеге барсақ, осы есімдерді, осы тауларды, осы жер аталушылардың бәрін біліңіздер. Сіздерге қанша айтып жатырмыз, Кешегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 3 жыл болған жерде барып Абу Талиб ауданы деп айтқан еді. Сол ауданды барып көріп, сол жаққа барып 2 ракат сәжде жасаңыздар. Пайғамбарымыз мүбәрәк маңдайы тиген жерге мүмкін сіздердің бастарыңыз тиетін шығар. Пайғамбарымыз мүбәрәк аяқтары басқан жерлеріне мүмкін сіздердің аяқтарыңыз басатын шығар. Ол не деген сөз? Ол пайғамбарымызға деген махаббат, сүйіспеншілік. Омар ибн ал-Хаттаб пайғамбарымыз дүниеден өтіп кеткен кезде, өзі халиф болған кезде Мединадан Меккеге қарай адамдарды неге апарады? Қажылыққа апарады. Топтың басында өзі жүреді. Сөйтсе, Омар ибн ал-Хаттаб кетіп барған жолында біресе оңға қарай, біресе солға қарай бүйтіп секіреді дейді. Каждый шақтарға бүйтіп кетіп барған жоқ. Сол кезде елдің бәрі, Хазірет Омар, не істеп жатсыз десе, біз осы жерде пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассаламмен бірге бұрын қажылық жасаушы едік дейді. Сол кезде бұрынғы пайғамбарымыздың аяқтары түскен, бізге менің аяғымда түсе ме екен деп секіріп жүрмін дейді. Олардың пайғамбарымыздың қай жерін, аяғы тиген жерін әлі іздеп жүрген адамдар ғой. Біз пайғамбарымыздың өмірінде болған өте үлкен қалалардың аттарын біле алмаймыз, таулардың атын біле алмаймыз. Өмірінде болған қатты нәрселердің аттарын біле алмаймыз. Сол кездегі бағанағы тау періштесі айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Егер сіз бір ауыз сөз айтсаңыз, сіз қаласаңыз, Алла Субхана тағала рұқсат берді. Бағана Куайкиян тауы мен Абу Қубайс тауын екеуін көтеріп кеп, бағанағы Таифқа дегізіп жіберейін дейді. Анау бағана Нух алейхиссалам, Лут алейхиссаламдардың қауымдарына келген азап сияқты, оларды Лут алейхиссаламның не істеді? Алды да жерді алып төңкеріп қайтадан жаба салды ғой жерде. Тура сөйтіп бұл кісілерді бізде сөйте салайық. Сізге осыншама азап берген қауымға дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар бола ма? Егер ол иә деп айтатын болса, әлбетте жоқ деп айтты. Әлбетте жоқ, мен Алла Субхана тағаланың ол халықтың ішіне Аллахқа еш нәрсені сиыр қоспайтын адамдардың және оған шынайы ықыласпен құлшылық ететін адамдардың шығуын үміт етемін. Жоқ деп айтты. Өмір сүргіш үшін өмір сүру. Өзің үшін, өзің қамы үшін, өзінің нәпсі үшін ешқашанда ешкімнен кек алмаған. Өзің үшін ешкімге хақысына кіріп сөйлемеген. Тек қана Алланың хақысында ғана ашуланған. Тек қана Алланың хақысында ғана ойлаған өмір сүрген адам. Ол өзіне мен ұрды екен деп. Білесіздер ғой, алдында кімде келіп Абу Жахилге басын таспен жарған кезде. Хамза радиаллаху анху барып, садақпен басын жарады Абу Жахилдің. Келіп, ей көкемнің баласы, мұңайма, жылама. Мен де анам басын жардым, сен қуан дейді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Ол нәрсе мені қуантпайды деп. Бүйтіп, ударға удар, қанға қан, тіске тіс, басқа бас деген нәрсе мені қуантпайды дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Онда сен не қуантайды Алланың кешіртісі? Сенің иманға келуің мені қуантады деген еді. Яғни бұл біздің бүкіл сабақтан үйреніп жатқан нәрсе не? Мұсылманның келбеті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бойында өнеге. Сол бізге өнеге бар, соны үйреніп жатсың, үйреніңдер дейді. Жұдырығың бар екен деп жүгірме дейді. Сен түбіндегі нәрсе оның бұл дүниедегі емес, ақырет үшін оның уайымда. Алла Субхана тағала білмейді ғой, ол таифтікілер әлі білмейді ғой, олар әлі бір нәрсеге алданып жүр ғой,
осы өмірдің тек қана бір есебімен ғана қарап жатыр ғой. Пайғамбарымыз оны ақырет есебімен қарап отыр. Бұл дүниеде таяқ жеу бір мезеттік қиналу. Ал ақыреттегі тозақтыққа отына салу деген ол мәңгілік қиналу. Пайғамбарымыз олардың ақыретін көріп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ла илаха иллалла Мұхаммад расулуллах деп айтыңдар деген сөздерін енді елдің бәріне жеткізуге тырысып, өзінің Меккеге қарай жақындайды. Енді Меккеге қарай жақындаған кезде енді айтсаңыз болады. Нұр тауына қарай шығады. Меккеге қарай кіре алмайды, өйткені Меккеде ол кісіні бәрі іздеп жатыр. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арабтардың өзіндегі болған дәстүрі бар. Сол арқылы ғана Меккеге кіруге рұқсат. Ол дегеніміз бір тайпа өзінің қорғауына Пайғамбарымызды алса ғана Меккеге кіре алады. Бір тайпа өзінің қорғауына алса ғана деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз төбеде отырып, ақырындап Заид ибн Харисаны жібереді. Барып Заид ибн Харисаны. Ана топтың басшысына айтып, Пайғамбарымыз өзінің қорғауына аламыз. Жоқ деп, біреу отказ береді, екіншісі отказ береді. Мутғам ибн Ади деген. Бұл қызығы кейбірде дінге көмектесу мақсатында Алла субхана тағала кейбірде жаулардың өзін себепші қылып қояды. Мутғам ибн Ади деген Пайғамбарымызға қарсы шыққан ең дөкейлердің бірі, ең мүшриктердің үлкендерінің бірі. Бірақ та Алла субхана тағала оның жүрегін бір қойып, Мутғам ибн Ади Пайғамбарымызды қорғанына алуға келісім береді. Сөйтіп Мутғам ибн Ади өзінің жанындағы өзінің жігіттерімен, өзінің тайпаластарымен Нұр тауының шетіне келіп, Пайғамбарымыз таудан түскенін күтіп, қылыштарымен бәрін сауыт саймандарын киіп, арабтарда егер айтады, бұл менің қамқорлығыма кірді десе, бір тайпа. Бітті, оларда не бар екен? Сөзде тұру деген бар. Дін не үшін аяққа келді десе, дін аяқтағы адамдардың қанша жауыз болса да, қанша мүшрик болса да, сөзде тұру деген қасиеттері қатты екен де. Сөйтіп Мутғам ибн Ади деген кісі барып өзінің тайпаластарына айтты, мынау Абдул-Муталибтің немересі, Абу Талибтің інісі, Омар, яғни Абдуллахтың баласы Мұхаммед біздің қорғанымызға кірді дейді. Сол кездегі кім шошып кетеді? Бағанағы кімді біледі? Кім екен? Мутғам ибн Ади екен. Сол кездегі Абу Жахил шошып кетеді, Қағбаның алдында отырып көрген кезде, аналар қылыштармен киген кезде. Бүйтіп жанына келеді де Мутғам ибн Адиді: "Ей Мутғам, сен случайно ислам қабылдап алмадың ба?" дейді. Жоқ, біз өзіміздің араб дәстүрі бойынша қорғанға алу деп маған айтты, мен оны алдым ғана жай қорғаныма дейді ғой. Онда сен айтсаң болды дейді. Сен главный исламға кіріп кетпесең болды дейді ғой. Әпсі бар уже мына жақта, Омар кіріп кетті дейді. Әпсі уже кім кіріп кетті дейді. Хамза кіріп кетті мына жақта дейді. Өйткені Хамзаға қарсыласамыз деп, Хамзамен тіресеміз деп, Хамза ал ислам қабылдап алып, не істеп аласың деді ғой. Сөйтіп кетпесін деп Мутғам ибн Адиға не деді? Болды деді. Мұхаммедтің шашынан бір тал басынан шаш түспейді деді ғой. Ол да Алла субхана тағаланың өзінің қалауымен бүкіл нәрсені реттеп қояды.